көрермен, Алматы облыстық халық шығармашылық орталығы бүгінгі кезекті сұхбатты назарларыңызға ұсынады. Бүгінгі қонағымыз Алматы облысының бас ақыны Айтақын Бұлғақов. Айтақын аға, биыл өзіңіз білесіз, осы Біржан Сал мен Сара Тастанбек қызының айтысына 150 жыл толып отыр. Айтыс туралы әңгіме қозғап берсеңіз. Жалпы Біржан мен Сараның айтысына 150 жыл толды деп айтып отырмыз. Ауыз әдебиетіндегі айтыстардың ішіндегі шоқтығы биік жанр осы Біржан мен Сара арасында айтыс. Жалпы Сара мен Біржанның айтысы 1871 жылы Ақсу ауданы Ешкебес бауырындағы Тоғызқұмалақ деген ауылда өткен деседі. Тарихта ғалымдар екі түрі пікірде екенін өздеріңіз жақсы білесіздер. Бірі Біржан мен Сара айтысы өмірде шынайы болған десе, екінші тарап жоқ, бұл айтыс болмаған, бұны әріп тәңір берген, жазып таратқан деген әңгіме бар. Қалай десек те, қоғамдағы бейнені ашып көрсететін Сараның саңлақ дара екенін көрсете алады. Мен өз айтыскер ретінде пікірім, айтыс шынайы болған деген пікірге менде тоқталамын. Бірақ мен ғалым емеспін, жазушы емеспін. Сондықтан себебі анау арқаның елінен нөкерлерімен келген Біржан Сараға бас салады. Сараны бірде Сара барма шықсын бері дейді. Өктемдігін көрсетеді. 60-тағы сол кездегі Біржанның жас шамасын 60-тар шамасында дейді. Сараның жас шамасын 16-дағы қыз еті дейді. Сол кездегі Сараның сауаттылығы, саңлақтығы, білімділігі Біржанға тойтарыс береді. Тойтарыс бергенде қалай береді? Білейде Сара барма шықсын бері дегенде, сен әуел маған сәлем бер деген маған айтады. Адам ата қауынаға келіп сәлем бергенде, Алиха қисадан, білімнен, ілімнен сауаттылық екенін көрсетеді. Осы арада Біржан кішкене тосыңқылап барып айтысты ары қарай ширықтырады. Екеуінің айтысындағы қоғам әлеуметтік мәселеге ойысып, ол бастағы рулық деңгейдегі әрқайсы өз елінің бай-манаптарын мақтап, дәріптеп, суреттеп береді, кейіннен әлеуметтік тақырыпқа ойысып, қоғамдағы әйел мәселесіне қарай ойысады. Сараның тағдыры өте ауыр болған. Сара жастай жетім қалған, әкесі дүние салғаннан кейін шешесі жесір, өзі жетім қалғаннан кейін өзіне арқа сүйеп жүрген немере ағасы Жайсаңбекті өгіз ұрлады деп соттап жүреді. Міне осындай тағдыр тауқыметін тартып жүрген шешесі менен Сараны Тұрысбек ауылына көшіріп алады. Байдың баласы Жиенқұлға аттастырады. Міне осы арада Есімбек Тұрысбектің Сараны Жиенқұлға берген естиді да, ол назарлығын білдіріп, Сараны өз ауылына көшіріп алады. Бай манаптар, танысқан бай манаптар Сараны саудаға салады. Екеуі де Сараны Жиенқұлға бермек болады. Міне осы арада Біржан келеді. Біржан келген уақытта Сараның тынысы ашылатын, тордағы тотының шыққан кезеңі осы еді. Сараның айтатын өлі бар, әні бар ғой. Дариғай күні ұрсын ұрғашын, берген соң темір терсегі итті алады, итіндей жұртта қалған арбашын дейді. Біржанға мұңын шығады. Сол кезде Біржан Сараға сен қане күйеуіңді көрсет деп тақақтап тұрып алады. Алып келіңдер дейді, ол Жиенқұлды. Алып келіңдер дейді. Жиенқұлды әкеп көрсететін кезеңі айтыстың шарықтау шегінде осы. Бұл айтыс 1890 жылдары бірінші жолы Қазанда басылып шығады. Екінші варианты Зайсаннан табылады. Оны әріп тәңір берген әрлеген дейді, жазған дейді. Ол 960 жылдық. Кейінгі екінші варианты 1000-нан астам жолда болған айтыстың несі. Біржан мен Сараның айтысы деген екінші, ол да Қазаннан басылып шығады. Мұны Сара әріп жазып берген дейін десең, әріп жазып берсе де, тіпті айтысты әріп жазды деген өзінде, әрлеп суреттетті деген өзінде Жетісуға келген Біржан ақ. Сараның саңлақтығының екінші түрі не? Абайдың баласы Әбдірахым Әбіш қайтыс болған кезде сүйегін алып бара жатып, жолда қапалға тоқтайды. Құнанбай қапалға аялдайды. Сол кезде Сара көппен бірге келіп, Абайға көңіл айтады. Міне Сараның білімдарлығын осыдан аңғаруға болады. Абайды ол кәдімгідей патша көрген. Сондықтан Абайдан тәлім алғысы келген. Бұл әріптің де қасында жүрген рас. Әріптен де ол тәлім тәрбие алған. Әріп оның бойындағы ақындығын бағаламаса, екеуінің арасында айтысты әріп жазып бере алмас еді. Ол кезде енді әзіргідей магнитофон жоқ, диктофон жоқ, түсіріп алатын. Ауыздан ауызға тараған жеделдікпенен жазып отыру мүмкін. Бірақ айтысты әрлеу шығарсын. Оның Сараның шоқтың биіктігін
тағы да өмірге әкелген Мұқан Төлебай Сара Біржан Сара операсын шығарады. Міне Сараның өмірдегі тұлғадағы айтыстағы қалдырған ізі дейді. 19 жасқа келген кезде Біржанның арқасында Сара өзінің теңін табады, Бекбайға тұрмысқа шығады. Жалайырдың асын Бақтыбайға жазған өлеңі бар. Жалайырдың ішіне келіп өмірдің соңында қатты науқастанып жатқан кезде шәміл алдында жатып ол біраз қымыз ішіп әрлер бейіліне қайтады. Сараның ауыз әдебиетіне қалдырған қолтаңбасы өте айшықты деп жазады. Бұл алтын қазына. Біржанның да тағдыры ауыр болған. Біржан да қанша сал сері болғанымен бұны ауылында оғанда қысым көрген. Анау Жанботаның ауылында жатқан кезде орыстың губернаторы өнерасы келе жатыр, өлім айтқанын қоя тұрсын дейді, сол кезде сайрандатып отырған Біржан. Сол кезде енді қонақ ұстап отырған мырзалар жоқ, тоқтатпаймыз деп екі айналып бәсекелестік. Бені Біржанды отқа тастап жібереді. Сонда екінші болыс келеді де сабап Біржанды жынды деп аяқ қолын байлап тастайды. Теміртас деген өлең шығарған соң. Енді өкілі ыбырай Біржанға шәкірт болды деп оқимыз ғой, ол мүмкін емес деген пікірлері бар. Бұл кезіндегі ауыздан ауызға тараған тарихи айтқанда архивтер, құжаттамалар бүгінгі тілмен айтқан кезде ол елден алтын жинақталып келген. Міне кезіндегі айтыстардың тасқа түскен таңбадай басылып қалуы, жазба қолжазба болса да, жазу сөзі дәуірі жүрмеген болса да, ол ауыздан ауызға тараған. Басқан бәрін айтқанда Біржан мен Сараның өмірі осы, қысқаны айтқанда. Бұл ұрпақтан ұрпаққа кете беретін, қазсаң таусылмайтын қазына, айтсаң таусылмайтын жыр. Бұның көркемдігін алыңыз, әйел теңдігін алыңыз. Біржанның о баста келіп Жетісуда келгенде Сараны басталған кезде Сараның Біржанды итеріп сөзбенен қарқ байлап, білегін жас баланың білегіндей деп. 16 жастағы Сара ғой, білегін жас баланың білегін сен шалсың деген сондай дес бермейді. Бұл айтыс. Ал тұрмыста әйел адам, ер адам жолын кеспеген еш уақытта, салт дәстүрде. Егер қарапайым болса, Сара жүгіріп шығып, Сараны атын еркектер байлайды ғой, балаларын жүгіріп, бірақ Біржанның атын кеспеген болар еді салт дәстүр. Ал айтысты ол қарамайды. Үмбетәлі мен Нұрияның айтысын қараңыз, қандай қырғын айтыстар. Ауыз әдебиетіндегі осы шоқтығы биік айтыстың бірі осы Сара мен Біржан. Енді Қазақстанның тәуелсіздігіне 30 жыл толады. 30 жыл деген бір адамның ғұмыры. Қазақ айтады, 30-да орда бұзады деген. Егер біз тәуелсіздігіміз рас болса, мемлекеттік ізгілігіміз рас болса, орда бұзатын 30 елдің қатарына кіреміз деген мүмкін. Сол 30 елді бұзып біз 50 елдің қатарына қарай ойысуымыз керек. Егер рас ақиқат болса. Тәуелсіздік деген несімен біздің ата-бабаларымыз аттың жалында, түйенің қолында жүріп, 3 ғасыр, 300 жыл осы тәуелсіздік аңсады. Анау арғы ғылым заманын тартсаңыз, күлтегін айтады. Күндіз тізе бүктетін түнде қалғымадым дейді, түріктер десе. Міне осы түркілердің ішіндегі тәуелсіздік алған 15 одақтас республиканың ішінде Қазақстанның тәуелсіздігіне 30 жыл. Мен айтар едім, тәуелсіздік деген біздің бұлай шекарамызды бекітіп айқындап алғанымыз 30 жыл болғанымен тәуелсіздігіміздің 3 ғасырдан бері 500 жыл. Содан бері тартып әкелетін болсаң, біздің тарихтағы таңбалы тастарымыздың даладағы жатқан 1000 жыл таңба салсаңда өшпейтін мұрналарымыздың бәрі осы тәуелсіздіктің аясына сыяды. Біз қазақ көшпенді ел болсақ та, анау сақ ғұндардан бері тартып әкелсең, асауды үйретіп, жылқыны үйреткен түркі халықтарының ішіндегі біздің мемлекеттің айшықты ел таңбасы бар, бүгіндегі көк байрағы бар, әнұраны бар, мемлекет мәңгі жасаса. Оның кешегі ар жағында желтоқсан жатыр. Желтоқсанға 35 жыл деп біздің тәуелсіздігіміздің баянды болуы, тұтқасын ұстау жастардың қолында. Қазақстан тәуелсіздігінің мызғымас, нығым, берік болуын, шаңырағының биік болуын, кепілі тәуелсіздік баянды болсын. Айтақын аға, мынау сүбелі әңгімеңізге үлкен рахмет. Ел іргесі аман болсын, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын.